Жағымды эмоцияларды оңтайлы пайдалана білу. Саналы ой жеке дара ақылдан гөрі сезіммен немесе эмоциямен араласқан ойлау импульстерінің әсеріне өте сезімтал келеді. Тек эмоциямен біріккен ойлар ғана санаға әсер ете алатыны жөніндегі теорияны қолдауға негіз көп. Эмоция немесе сезім адамдардың іс-әрекетінің көпшілігін басқаратындығы анық. Егер сананың эмоциямен ұштасқан ойлау импульстерін қабылдайтындығы рас болса, эмоцияның маңызды түрлерімен жылдам танысқан артық болмас. Жалпы атап айтарлықтай 7 түрлі жағымды және 7 түрлі жағымсыз эмоция түрлері бар. Жағымсыз эмоциялар ойлау импульстеріне өздігінен еркін еніп алып, санаға орнығып жатады. Жағымды эмоцияларды өзін-өзі иландыру қағидасы арқылы санаға сіңіруге болады. Мұны жеке тұлға санасына мықтап орнықтыруды қалайды. Бұл эмоциялар немесе сезім импульстері бөлке нан ашытқысына ұқсауы мүмкін, себебі олар да ашытқы сияқты ойлау импульстерін пассив жағдайдан активке ауыстыратын әрекет бірлігінен тұрады. Осылайша эмоциямен жақсы араласқан ой импульстері неліктен салқын қанды ой импульстеріне қарағанда тезірек іске асатыны түсінікті болмақ. Ақшаға деген қалауыңызды ақшаға айналдыру үшін сіз санаңыздағы ішкі көрерменді бақылауға машықтаныңыз. Осы бір ішкі көрерменге қол жеткізу тәсілін меңгеруіңіз керек. Ішкі менге жетудің амалдарын сіз жақсы түсінетін боларсыз. Ол үшін сіз оның тілінде сөйлеуіңіз керек. Әйтпесе ол сіздің даусыңызды естімейді. Ол ең алдымен эмоция мен сезім тілін жақсы түсінеді. Сондықтан біз төменде 7 жағымды және 7 жағымсыз эмоцияны сипаттап бермекпіз. Осылайша өзіңіздің санаңызға нұсқау бергенде жағымды эмоция баса көңіл бөліп, жағымсыз эмоциялардан аулақ боласыз. Ең басты 7 жағымды эмоция. Бірінші шынайы қалау, екінші сенім, үшінші махаббат, төртінші жыныстық қатынас, бесінші энтузиазм, алтыншы романтикалық күй, жетінші үміт. Бұдан басқа да жағымды эмоциялар бар, бірақ бұл жетеуі шығармашылық әлеуетті арттыруда өзіндік рөлі бар басты эмоциялар. Осы 7 эмоцияны игеріңіз. Оларды іске асыру арқылы ғана игеруге болады. Сол кезде ғана сіз басқа жағымды эмоцияларға қол жеткізе аласыз. Осы орайда өз санаңызды жағымды ойлармен толтыру арқылы ақша санасын дамытуға арналған кітапты оқып жатқаныңызды ұмытпағаныңыз жөн. Ең үлкен 7 жағымсыз эмоция. Бірінші қорқыныш, екінші қызғаншақтық, үшінші көре алмаушылық, төртінші кекшілдік, бесінші ашкөздік, алтыншы ырымшылдық, жетінші ашу. Жағымды және жағымсыз эмоциялар ақылды бір мезгілде қатар бағындыра алмайды. Әдетте біріншісі немесе екіншісі жеңіп кетеді. Ойыңдағы жағымды эмоциялардың басым болуын қадағалау өз міндетіңіз. Мұндай жағдайда дағды заңы көмекке келеді. Жағымды эмоцияларды қалыптастыруды және қолдануды дағдыға айналдырыңыз. Нәтижесінде жағымды ойлар сенің ақылыңды толығымен жаулап алады да жағымсыз эмоцияларды жолын кеседі. Осы айтылған кеңестерді тура қабылдау арқылы ғана санаңызды толығымен басқара аласыз. Санаңыздағы бір ғана жағымсыз ой санадағы жасампаздық мүмкіндікті құрықтауға жетіп жатыр.